Сәлем достар, менің алғашқы онлайн курсыме қош келдіңіз. Есімім Махамбет. Массаж саласында 6 жылдық тәжірибем бар. Жалпы бұл курсты ұйымдастырып жатқан себебім қазіргі ең көп кездесіп жатқан дисплазия, дренажды массаж, общий массаж көрсетейін деп жатырмын ғой сіздерге. Маған басқа қалалардан көп хабарласады. Осы қалаға келесіз бе, Ақтөбеге келесіз бе, Алматыға келесіз бе деп, Ақтауға келесіз бе деп, мен өзеннен шынымды айтсам шыға алмаймын. Өте көп клиент та, балдар өте көп. Сондықтан осы онлайнды ұйымдастырайын деп шештім. Кішкене көмек болсын алыстағыларға. Бұл онлайн сабақта сіздер дисплазияны үйренесіз. Дисплазия болғанда ұршықтың қалай білуге болады, дисплазия екен қалай білуге болады, қалай кетіруге болады, сол жайлы үйренесіз. Дренажды массажды үйренесіз. Өте жоғары дәрежеде түсіндіретін боламын. Және де общий массаж. Қосымша тағы менің атымнан бонус ретінде қосымша тағы 1-2 диагноздың массаж туралы нелерін көрсететін боламын. Жалпы мен бұл салаға қалай келдім? Мен кішкентай кезімнен қызығам массажға уже да. Кішкентай кезімнен уже мектеп кезінен уже қасымдағы балдарды уқалап, сөйтіп отыратын. Жыны келетін уқаламашы деп. Сөйтіп студент болдық. Студент кезде де уқалаймын. Уже мен тартып тұрады, уқалағым келіп тұрады уже қолым. Білмеймін, сондай қасиет бар ма? Уқаламасам уже қолым ауырады да талып. Уже мен 4-ші курсымда түсіндім да. Уже осы массажмен балдармен уже жұмыс жасауым керек. Массаж болуым керек мен деп. Менің салам екенін түсіндім да. Содан кейін бұны оқымасам болмайды деп Астана қаласына оқыдым бірінші. Астана қаласына барып оқыдым. Россиядан келген бір орыс әйел оқыпты. Орыстан онша қақпаймын ол кезде. Ауылдан барғам ғой. Сонда да айтып түсіндім, қасымда бір қазақ апай бар еді. Переводтап түсіндіріп енді құлшыныс ұрып тұр ғой массажға үйрену керек анан. Жақсылап үйрендім сол кезде. Шыны керек әдемі үйретті. Енді Ресей қаласында өте дамыған ғой массаж. Содан кейін бұны бір оқыдым деп, сонымен кетіп қалмау керек. Жыл сайын өзіңіз үшін оқып тұрған дұрыс. Мен Ақтау қаласында оқыдым, Алматы қаласында оқыдым, сосын Шымкент қаласында оқыдым. Әлі де оқи берем да. Өйткені білмейтін затымыз әлі өте көп. Білем деп айтпау керек, білмейтін затымыз өте көп, шыны керек. Әлі де оқи беруіміз керек. Сол оқып келатқан, сол жинаған тәжірибемді сіздермен бөлісейін деп жатқан жайым ғой. Осы 6 жылдан бері жинап келе жатқан тәжірибемді сіздермен бөлісетін боламын. Бұйырса алдағы уақытта бұдан да үлкен курстар болады, офлайн курс болады. Так, сосын енді айтып жатырмын ғой, өзімнің мамандығым екенін түсіндім деп. Үлкен Өзен қаласында нелерге марапаттарға ие болдым. Шыны керек халық куә ғой. Сосын Алматы қаласына шақырды. Осындай үздік массажистер атағына жарысына қатысасыз депті. Мейлі қатысайын дедім, онда үлкен енді абырой ғой енді. Жүрегім өртеліп кетті, звондап шақырған кезде келе аласыз ба, сізге шақырту қағаз береміз деп. Алматы қаласына бардым. Ең үздік массажист атағын жеңіп әкелдім. Инста парақшамда бар, көргендеріңіз бар, көрбегендеріңіз бар. Өте сол кезде сезінесің. Осы жұмысыңның шын ақталып атқанында, өз жұмысыңның сүйіп істеп атқан жұмысың ақталып атқанын сезінесің да, бағаланып атқанын. Солай одан сайын шабытың ашылады да, сондай заттарға қатысып, оқуларға қатысып, жарыстарға қатысып, ерінбеу керек, қатыса беру керек. Айтайын дегенім, өз жұмысыңызды сүйіп жасаңыз. Сонда керемет нәтиже болады. Керемет сіз биіктерден көрінесіз. Сіз ақшаға ешқашан қызықпаңыз. Сіз істейтін жұмысыңызға қызықсаңыз, ақша өзінен өзі сізге келе береді ғой. Егер кәсіппен айналдырсаңыз да осы саланы. Так, достар, жалпы дисплазия дегеніміз не? Дисплазия дегеніміз туа біткені бар, жүрек пайда болатыны бар. Основной туа пайда болады ғой, іштен пайда болады. Кальций жетіспегеннен, сосын анемия, қанатсыздықтан да пайда болады. И тұқым қуалайды бұл. Анасында болса, немесе бұрынғы ата бабасында болса тұқым қуалайды екен.
Жалпы іште кальций жетіспегеннен де пайда болады. Ұршықтың дамымай қалуы, немесе ұршықтың орнынан тайып кетуі. Және де кесірімен босанады ғой. Сондай балдарда болады дисплазия. Кесірімен босанған. Уақытынан ерте недоношный балдарда болады. Жалпы біліп жүрсін деп айтып отқаным ғой, қалай пайда болатынын. Және де, мысалы, босандырып отқан кезде бала аяқпен келеді. Кейбір балдар аяқпен келеді. Сондай кезде дәрігерлер аяқпен де шығарып алатын кездері болады. Аяғын тартқан кезде ұршық тайып кетеді. Шығарып алады да. Оны сіз, мысалы, ұршығы шығып кетсе, массаж жасамайсыз оған. Бірден ортопед маманы қарайды да, оған гипс немесе шина қояды. Сол арқылы ұршық орнына келеді. Егер ұршық шығып кеткен жағдайда да орнына келеді. Кейін барып оны 5-6 ай, біреулерде 1 жыл жүреді сомен. Содан кейін барып массаж береді да оған. Қан айналым үшін кішкене жайлап айналдырып деген сияқты. Атак оған көп массаж жасалмайды, ұршық шығып кеткен жағдайда. Егерде ұршық дамымай қалса, 1 жасқа дейін массаж жасау керек. Уже 1 ай болды ма, тексеру керек. Дисплазияға қалай? Тексергенде болжамалы диагноз қоясыз ғой, сіз өзіңіз болжамалы диагноз қоя аласыз. Точный диагнозды ортопед қояды. Өзіңіз тексересіз, что-то бір не то ма қалай? Что-то мына сызықтары аяғы ұзын сияқты ғой, мына сызықтары тура емес қой. Немесе айналдырғанда бір аяғы дұрыс айналмайды ғой. Мынаны қарату керек. Қаратасыз барып, немесе ата-анасына айтасыз, қаратыңыз ортопедке. Ортопед 3 курс, 4 курс массаж береді. Уже 3 курс, 4 курс массажбен 1 жасқа дейін кетірмесеңіз, 1 жасқа дейін кетеді негізі. Массаж жақсылап, профессиональный қылып массаж жасалайтын болсаңыз. Ал егерде 1 жасқа дейін ата-анасы мән бермей, бір ата-аналар бар екен, өз көзіммен көрдім. Мән бермейді да дисплазияға. Мән бермейді, кетеді ғой. Бұрында да жүрді ғой. Бұрын массаж деген болмаған ғой деп мән бермейді да бұрынға. Үлкен кісілер да. Оған мән беру керек. 1 жас, 2 жастан кейін уже қаратсаңыз, дисплазияда бірақ 1 жас, 2 жас болып кетті. Уже ол кезде қиын болады. Уже операция жасауға тура келеді. Немесе енді легкий болса массаж береді. Бірақ 50-50 массажбен кетуі. Түсінесіз ба? Сондықтан 1 жасқа дейін кетіру керек. Так, достар, дренажды массаж дегеніміз не жалпы? Дренажды массаж дегеніміз өте эффективный массаждың бірі ол. Әсіресе мына қыс мезгілінде өте көп балаларға керек массаж ол. Жалпы дренажды массажды жасамас бұрын, тамақтан бұрын жарты сағат бұрын жасау керек. Тамақтан бұрын да жарты сағат бұрын. Тамақ жеп болғаннан кейін 1 сағаттан кейін жасауыңыз керек. Тамақ жесе, тамақ тойдырып алып, сразу қыстып құсы бол балаға өте әсер қиын болады. Сондықтан тамақтан кейін 1 сағаттан кейін жасалынады. Жалпы оның көмегі өте көп. Қабырға астына жасалады. Қабырға астына деп қойған, қабырға астына жасалмайды ол. Осы жермен қабырға үстіне дейін жасалынады негізі. Кәдімгі қызарғанша мен көрсететін боламын, жақсылап тұрып. Өте көмегі зор дренажды массаждың. Дренажды массаж дегеніміз жалпы ол қақырық тұрады ғой мына жерде. Соны жібітіп шығару. Ал біреулерде қақырық келіп тұрады, бірақ бала өздігінен шығара алмайды. Соған да көмектеседі. Дренажды полный массаж жасап болғаннан кейін көретін боласыздар, кәдімгі одноразовый шпательмен тілдің астын бүйтіп кішкене басып жіберсең, бала лоқсиды ғой. Кәдімгідей әдемі шығады да. Түсіндіңіздер ғой да?